емтиханға жоғары балл алу үшін түсініп жатсыздар ғой да, бірінші мақсат қою керек. Бағанадан бері мақсат қою смарт технологиясын айттым. Одан кейін жаңағы самопрезентация мықты болу керек, сөз саптау шеберлігіңіз экзаменге болсын, бәріне болсын. Одан кейін жаңағы ағынға түсуіңіз керек экзаменге жақсы дайындалу үшін. Одан кейін уақыт бөліп айналаға ескерту керек. Приоритет. Ол приоритет не үшін? Экзамен кезінде достар, закон подлости бар. Досың үйленіп қалады, или мысалы жаңағыдай мысық босанып қалады деген сияқты ғой достар. Бір нәрсе болып қалады, туған күн болып қалады, экзамен рубежкің уақытында. Сол кезде достар приоритет керек. Түсіндіріп айтсаңыздар, бауырым, досым, мен экзамен рубежкім еді, ренжімеші, бара алмаймын. Көп студенттер бұны айта алмайды да. Экзаменге бір күн қалған кезде вечеринкада жүреді, ертең таңертең өзіне вечеринка болады, вечеринканың жалғасы болады. Сол үшін приоритет қоясыздар, универде жүрсіздер, мақсаттарыңыз достар, бірінші диплом алып шығу. Диплом алдыңыздар, ол мақсат, үлкен мақсат, мықты врач болу. Сол үшін асықпай жақсылап приоритет қойыңыздар, айналаның бәріне ескертіңіздер. Егер приоритет қоймасаңыздар, мынау жүру картасын дайындаудың мүлде мақсаты жоқ. Жүру картасын аламыз. Так, аружанды тіркейін. Қолымызға экзамен басталған кезде А4 парақ шығарып аламыз да, жүру картасы деп жазасыздар. Карта движения деп атайды орысша. Мысалы 60 билет бар. Подфиз тапсырайын деп жатсыздар, анатомия 60 препарат бар делік. Ол препараттарды алдын ала береді университеттер көбінесе жаңағыдай, или алдын тапсырған студенттерден сұрайсыздар. 60-ны 100% таппасаңыздар да, қымбат өлім дегенде бір 70-80% табасыздар. Ең бірінші керекті мәліметтерді, керекті кітаптарды жинайсыздар. Аспаптарыңыз болмаса, жаңағы жұмыс істеудің мәні жоқ. Күрек дұрыс болмаса, жер аудару өте қиын. Ұлдармен түсінетін шығар. Күректеріңіз егер күшті өтетін болса, рахаттанып жұмыс істейсіздер. Барлығын дайындап аласыздар. Ручка, кофе, не керек, жаныңызға экзамен басталмастан бұрын дайындайсыздар. Одан кейін жүру картасын бастайсыздар. Жүру карта айтасыздар. Қуанышбек, сенің алдыңда мынандай задача. Мынандай задача, мысалы 60 билетің тұр. Дайындыққа 4 күнің тұр. Енді бір күнде мен 15 билеттен қарасам, 4 күнде үлгере аламын. Бір күнде 15 билет қарай аламын ба? Қарай аламын. Бір билеттер өте оңай болуы мүмкін. Оны 3 минуттан 5 минут или 10 минутта өтіп кетулеріңіз мүмкін. Бір билеттер қиын болуы мүмкін. Оған жарты сағат или 1 сағат отырып қалуыңыз мүмкін. Сол үшін бір билетке орташа есеппен 25 минут бөлсеңіздер, 25 минут, яғни 6,5 сағатта жұмыс жасасаңыздар, 6,5 сағат энергия бөлсеңіздер, өте күшті болады. Экзаменге сіздер дайын боласыздар. Егер 4 күн дайындық болса, қанша күн дайындық болса, сонша күнде осындай жүру картасын қоясыздар. Сіздердің бағана айттым ғой, ми егер түсінбесе, не істеу керек екенін ми қуып кетеді. Қазір мысалы сіздер бөлмелеріңізде отырған шығарсыздар. Мен мысалы мына бөлмеде менен басқа ешкім жоқ. Ана жерде артында тысырлаған дыбыс естісе, мен ойлаймын, папам шығар, или мысық шығар, или мамам шығар. Егер папа, мама мысық үйде болмаса, мен не деп ойлаймын? Жел шығар деймін, миым ойлайды, әртүрлі варианттарды айтады, мүмкін анау шығар, мынау шығар. Кітап құласа, одан кейін ми түсінбей, ми егер жауап таба алмаса, достар, өте маңызды часть, ми егер задачаға жауап таба алмаса, ми қуып бастайды. Бұл аруақ шығар, бұл вампир шығар. Бәр адамда болады, егер адамның миы какой-то бір сырлаған дыбысқа жауап таба алмаса, экзаменге жаңағыдай картаңыз болмаса, қолыңызда миға берген бұл командаларыңыз, миыңыз қуып кетеді, түсінбей қалады, не істеу керек екенін. Сосын отырып қаласыздар, басыма ештеңе кірмей жатыр, не істеймін? Бәріңіздің басыңыздан өтті, менен де өтті. Сол кезде Қуанышбек, тоқта, мысалы Аяжан, тоқташы, давай тынышталшы, давай жүру картасын істейік дейсіздер да. 60 билет бар. 60 билеттің өте көп достар, билет экзаменге. Бір 20, 30, 40 сол деңгейде ғой. 1000 билет бермейді сіздерге дайындыққа. Тест болса да дәл солай, мысалы 500 сұрақты тест болса, тоже самое осылай. Мәні бұл бөліп аласыздар, сағатқа бөлесіздер, и минутқа бөліп тастайсыздар. Бір билетті 25 минут өттім, птичка қойдыңыздар, мына жерге жазып шығасыздар. Міне 60 билет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60 дейсіздер де, бір күн белгілесеңіздер, птичка қойып отырасыздар. И өздеріңізді алдамай бағалайсыздар. Мысалы, бірінші билет жүрек анатомиясы болса, мен жүрек анатомиясын 100%-ке білем, или 90, или 70%. Экзаменге дайындалу барысында өздеріңізді алдамаған дұрыс. Көп студенттер білетін қайталап отыра береді, білетін нелерін, билеттерін. Білмейтін билеттерді ашықсыз да келмейді, қойшы, бірдеңе маған келмейді. Неге? Себебі ол ауыр, ол билетті қарау, самооценканы түсіргісі келмейді. Білетін оңай билетті алып, оны қайталап отыра бергім келеді. Бірақ бұл өте үлкен қателік. Бағалаңыздар, адекватны 20%-ке білсеңіздер, мына билетті 20%-ға біліп тұрмын. Өздеріңізді алдамай бағаласаңыздар, ертең профессор да сізді жақсы бағалайды.
егер өздеріңізді алдап ананы тастап мынаны тастап кетсеңіздер соған сай баға алып қаласыздар. Мен өзімді экзамен барысында алдамауға тырысамын. 15 билет болса 15 билеттің бәріне қарап шығуға уақыт табамын. Әрекет саны бар ма? Бар. Әрекет жасап жатырмын ба? Жасап жатырмын. Энергия бөліп жатырмын ба? Бөліп жатырмын. Қолымнан келгеннің барлығын істеймін. Ары қарай уже бұйырғанын достар. 99% тырысам, 1% уже қалай бұйырады. Мен 99% қолымнан келгенін істеймін, қалғанын Құдайға тапсырамын. Құдайым көмектесе көр дегенде экзамен басылатын алдында сұраймын. Өте күшті болса шыққаннан кейін алғыс айтып шүкіршілік айтамын. Бұл достар ритуал болу керек сол сияқты. Өзімнің қолымнан келген барлығын істеймін. Әр билетті шашып тастаймыз уақытқа, минутқа. Сол кезде сізде карта болады, қалай жүру керек, қай процесте. Мысалы 50 билет тұр делік та, 25 билетін қарадыңыз, сіз уже айта аласыз, ауыз толтырып, мен экзаменге 50% дайынмын. Осы біліміммен кетсем, мен 50%, 50 деген балл гарантия алып тұрмын, 50 баллды. Ал егер мысалы 100 билет болып, оның 70-іне дайындалсаңыз, айта аласыз, 100% дайын болсаңыз, мен гарантия 70 балл ала аламын. Неге? Себебі 70 билетті қарап шықтым. Ана 30 билет түсіп қалса қадалам, иә. Бірақ арифметика менің тарапымда, 70-іне дайын, 30-ына аз. Смотря кімнің қалай жолы болады. Ал егер 100 сұраққа да дайын болсаңыз, жаңағыдай өзіңізді алдамай, бір билетке 90% дайынсыз, бір билетке 40%, бір билетке 100%, солай өздеріңізді алдамау керек бұл жерде. Қиын билет болса, достар, в основном мен өзім қиын билеттерді соңына қалдыратын адаммын. Ал бір студенттер бар, қиын билеттерге бірінші қалдырады. Менің түсінігім бойынша студент бірінші оңай билеттердің бәрін шашып тастау керек. Ол неге? Мына мысалы бір оңай билеттен бастадыңыз, шештіңіз, самооценка көтерілді. Басында айттым ғой қалай істеу керек. Ал егер үлкен билетке отырып қалсаңыздар, бір күн уақыттарыңызды жоғалтып, демотивация болады. Сол үшін асықпай билеттің 30-60 билеттің 30-ын білуіңіз мүмкін, тасырлап дайындалып тастайсыз да, кейін 30 билетке отырыңыз. 30 билеттің ішінде де кейін билетіңіз шығады. Қиындарын соңына қалдыруға тырысыңыз да, соңына дегенде енді ең соңғы күнге емес. Мысалы, бүгін 10 билет қарадық, оның ішінде 2 билет қиын болуы мүмкін ғой. Ол билетті уже көбірек уақыт бөлуге тырысыңыздар. Ертең таңертең де ол билетке кішкене уақыт бөліп кетіңіздер. Бірақ оңай билеттерден бастаңыздар, достар. Оңай билеттерді 100% күшті жауып кетсеңіздер, ол кейін сіздерді отвлекать етпейді. Менде мынандай болды. Мен қиын билеттердің бәріне күшті дайындалдым. Такфист тапсырған кезде экзаменге барам, оңай билет. Оны алдында неде айттым сіздерге, тікелей эфирде. Экзаменге барам, оңай билет, ана билетті мен білмеймін. Білгенде енді кішігірім білем. Оны мен ойладым, универге бара жатқан жолда автобуста қайталап ала саламын, оны білем ғой. Сол билет келді, мен қайталап үлгермей қалдым. Мен тұрдым да 70 балл алдым. Көрдіңіздер ме, достар? Майда билеттердің бәрін қайталап 100%-ке жауып тастайсыздар, себебі уверенный болу үшін ол түссе мен 100% аламын. Одан кейін арасында, достар, 3-4 билет кетеді бәрібір. 60%-ға мен өзім солай бағалап кетемін, 50%, 40%. Егер қараңыздар, сосын соңында мен өзімнің экзаменге деген дайындығымның пайызын шығарамын. Мысалы 10 билетке дайындалдым, 10 билеттің 9-ына мықты дайындық бар менде, бәр сұрағына жауап бере аламын. Мен айтамын, Қуанышбек, сен бүгінгі емтиханға 90 балға дайындалдың деп бірінші өзіме баға қоямын. Достар, каждый раз өздеріңізге баға қойыңыздар. Мен кеше детские болезни деген сабақта экзаменге дайындалдым. Қуанышбек, сен экзаменге 100% дайынсың деді. Себебі нефротикалық, нефриттік 2ақ синдром болды. Сен бәрін білесің, сен 100% алып тұрсың балыңды, уже алып тұрсың, ана жерде дәлелдеуің қалып дедім. Барып, жаңа айттым ғой, инстада ең қиын экзаменатор өте жаман токсикалық экзаменатор болды. Жоқ жерден болмайтын терминдерді сұрап, уже біздер де жас бала емеспіз ғой, бізде ойымызды айтатын врачпыз. Мен де өзімді ойымды айтып қалдым. Бұлай емес, былай ғой, былай. Ұнамай қалдық та, достар. Сонымен әңгіме айтып отыр, 2 сағаттың ішінде ол тоже жақсы мен үшін, себебі мен шыдамдылыққа сол сәт үйретті. Тыныш дейді ішімнен, себебі мен түсініктім, оныкі да дұрыс екен, менің айтқаным да дұрыс екен, бірақ ол ұстаздың жасын сыйлап, мен әр сондай қиын жағдайлардан өзіме сабақ алып кетуге тырысамын. Ақырын ол жағдайға рахмет айтып, апай соңында 94 балл қойды маған. Ең қиын экзаменатор ол жаңағы сол кафедраның. Сосын мен өзімнің апайым келіп айтты, Қуанышбек, өзіңнің балың сен білесің ғой деп. Әрине дедім, мен себебі өзімнің балымды біліп тұрмын, достар. Маған экзаменатордың қойған баллы қатты мән бермейді. Мен өзім түсінемін, 100%-ға білетінім, ол маған жеткілікті. Экзаменнен мен хоть ол экзаменнен өзім 70 алсам не болады қазір деп отырмын, 60 алсам. Ладно, алсам алам, себебі ана апай уже неадекватный жағдайға кетіп қалды. Айғайлап, ұрсып, білмеймін, өмірінде не болды, сондай неадекватқа кетті. Мен тыныштандыруға тырыстым. Апай, тынышталайық, үлкен адамдарымыз барлығымыз. Неге ұрысып жатсыз? Білмесеңіз, 2-ні қойып жіберіңіз деп айттым. Наглый, 2-3-імізді қойып деп. Өзі 3-ақ студентті жіберді ғой. 3-іміз.
4 студентті жіберді, менімен және 3 қызды. Қыздарға ұрысып жатыр. Мен айттым, солай давайте тынышталмады. Мен ойладым, мына апай 50 қойып жіберсе де менің өзіме деген самооценкам түспейді. Неге? Себебі мен 100%-ға бұның сабағын білемін. Ол адами фактор ойнап тұр. Бала алуға достар, көп тікелей эфирінде айттым, адами фактор ойнап кетуі мүмкін. Жаңағы апайдың настроениесі, студенттің киімі, жаңа мен айтқан ингредиенттер ойнап кетуі мүмкін. Ал сіздердің біліміңіз өзіңіз бірінші бағалайсыздар. Білім бағалаған кезде мен 100% алдым деп, әрине бәріміз өзімізді жақсы көреміз ғой, олай бағаламаңыздар достар. Адекватно бағалаңыздар. Мысалы, Айнұр, сен бүгін 60 балға дайындалдың. Егер сіздер сондай бал қойсаңыздар, плюс-минус 15 бал аласыздар. Мысалы, өздеріңізді 85-ке бағаласаңыздар, сіздер 100 алып кетулеріңіз де мүмкін, жаңа оңай билеттің фонында. Немесе сіздер жаңа 70 алып қалуыңыз мүмкін, жаңа қиын билеттің фонында. Егер алдын ала сіздер картаңызды жүргізіп қойсаңыз, міне карта келді, соңында мақсат, міне бірінші мақсат қойды, 95 бал аламын. 95 деген мақсат болмаса, оған жете алмайсыз. Бірден, мысалы мен Астанаға шығамын деп мақсат қоймасам, Астанаға бара алмаймын, қанша тырыссам да. Қойдыңыздар, сосын соңында бұл жаңа өзіңізді чисто бағалайсыз. Ол балдан плюс-минус 15 бал болса, былай ренжімейсіздер да уже. Ренжімейсіздер, дайындық солай, адами фактор анау-мынау болды дейсіздер да, уже все, экзаменнен өтесіздер. Бұл экзаменге дайындалу моделі, достар. Бұл модельді жаңа Европаның, Американың студенттері қолданады. Мен қазір өзім Ресей студенттерімен, Европалық студенттермен общаться етемін. Бәрінен сұрасам, оларда жаңа универ даже үйрететін қалай дайындалып, тиімді дайындалу, а біздерде универде бұндай модельдерді айта бермейді студенттерге. Міне сіздерге модель, міне сіздерге достар карта, қолданыңыздар өмірлеріңізде алып. Ақырын бұған жетесіздер. Ең бастысы жаңа өздеріңізді адекватно бағалайсыздар, өздеріңізді алдамайсыздар. Сосын әр билетке жол қойып, соны істеңіздер, достар. Мынандай любой студент қазір бөліп тастай алады билеттерін, бірақ 25 минут уақыт бөле алмаса, ол қиын. Енді бұл экзаменге дайындалу. Енді қараңыздар, біздің вебинарымыздың қорытынды часті жоғарылатылған шәкіртақы. Мен сіздерге айттым, кез келген студент жоғарылатылған шәкіртақы алуға болады, повышенный стипендия. Қазір повышенный стипендия өте көп, 60 мыңнан көп ақша аласыздар. Стипендияларыңызға қосылады. Мен өзім бірінші курста сенбедім де мүлде мен лайықты екенімді. Одан кейін ойлана келе, мен лайықтымын-ау, себебі жанымдағы уже достарым алып бастағанда, мен неге лайықты емеспін деп ойландым. Егер мен бірінші курста сондай мақсатпен барғанда, бірде повышкаға ілініп кететін едім. Себебі менде мақсат болмады. Жаңағыдай менде қазір Нью-Йоркқа барам деген мақсат болмаса, мен Нью-Йоркқа бара алмаймын ғой. Или мен мысалы французша үйренемін деген мақсат болмаса, мен үйрене алмаймын ғой. Қалай тырыссам да, бұл логично. Дәл солай. Кім қазір повышкаға ілінгісі келеді, қорықпаңыздар, достар. Мақсаттан қорықтыңыздар, бірден іздеңіздер, қай жеріңізде приступ беріп жатыр. Мен мысалы қазір 90 повышка шыққым келеді, сол кезде отырдым. Менде мынау көкірек аймағында, іш аймағында зажим болды. Неге зажим? Себебі самооценка төмен. Қазір барлығымыз айтамыз, мен повышенный стипендияға осы жыл ілінемін. Енді жартысы өтіп кетті ғой, бірінші семестрдің, қазір іліне алмай қалуларыңыз мүмкін. Математикалық тұрғыда шанстарыңыз бар әрине, бірақ келесі семестр толықтай нөлден бастап ілініп кетулеріңізге болады, достар. Қазір енді мақсат қоямыз, 90 балға минимум алам барлық сабақтан деп. Қай жерде зажим бар, кімде қай жерде зажим бар, или сіздер қорықпайсыздар ма, достар? Так, кім осы мақсатты қоя алады? Мен повышенный стипендияға шығамын деп. Мен келесі семестрге қоямын. Бұл семестрге қоймаймын. Қойған кезде бір қорқыныш сезім, бір сенбеушілік бола ма? Иә, болады, конечно, болады. Сол үлкен қателік студенттерді ұстайды. Егер сен сол өзіңе қазір сенбесең, никак шыға алмайсың, 100%. Кім тағы қоя алады? Мысалы біз онлайн оқып жатырмыз да, біздің қалай оқитынымызды мұғалімдер білмейді ғой. Онлайн ба? Бәрімізге бірдей балл қоя береді. Иә, онлайн бірінші курспыз ғой. Екінші семестрде тоже онлайн оқысақ, ол мүмкін ба? Алуымыз. Әрине мүмкін. Екіде негізі в основном офлайн қылады барлығын. Алдында айтты универ. Қай универде оқисыз? Қазақстан Ресей медициналық университетінде. Кірму офлайн қылады деп мен естідім. Егер қараңыз, әрине онлайн болса, апайларға проще да группаға бірдей баға қойып жіберуші. Но сіз жаңағы барлық пәннен 90 балдық білім сапасын алып шыға алсаңыз да, бұл үлкен әңгімеші. Жоғарылатылған шәкіртақы алу үшін сіз құнын беруіңіз керек. 90%-ға сай білімін беруіңіз керек та, жаңа универге и өзіңізге. Егер сіз жаңа апай жаңағыдай бірдей бал қойып жіберсе де, сіз өзіңізге деген самооценкаңыз өседі. Сіз түсінесіз, мен достойнмын.
келесіде уже онлайнға офлайнға барған кезде уже шығатын мүмкіндігіңіз болады. Жарай ма? Аха, жарайды. Просто тырысамыз. Барлығымыз қазір мақсат қоямыз. Кімде зажим бар, лучше ол мақсатты қоймау керек. Зажим болса да достар, егер өздеріңіз жеңе алсаңыздар, жаңағы сенбеушілік, ой, Қуанышбек не айтып тұр, бәрінде болады. Ол егер ол барьерден секіре алмасаңыздар, достар, никак ол жоғарылатылған шәкіртақы алмайсыздар. Сіздер миыңыз сенбей тұрғанда қалай ол өмірде болады? Егер өзіңізді сендіре алсаңыздар, жаңа зажим қай жерде тұр? Ішіңізде ма, қуық аймағында ма, соны терең тыныс алып жіберсеңіздер и күнде өзіңізге айтсаңыздар, қазір блокнотқа алып барлығымыз жазамыз. Кім повышенный стипендия шығып келеді? Мен осы жылда барлық сабақтан минимум 90-ға шығамын. Уәде беремін деп жазып қойсаңыздар, бұл бірінші үлкен 50% қадамдарыңыз болады, достар. Сонда тек Берік қана жазды ма, или басқаларыңызда сонда қалай болды, достар? Бір сұрақ қойын. Қойыңыз. Бізде кейбір сабақтардан жаңа апайлар жаңа топтағы студенттердің барлығын почти балы 85-те артық қоймайды. Сол апайға мысалға айтсам бола ма? Кәм топтың көзінше, 90 үшін не істесем болады? Вот, қазір айтам. Қосымша тапсырма беріңіз деп ше. Қазір айтам, Сұлтан. Біз бірінші жаңағы мақсат. Айтыңыз, Сұлтан. Ойыңыз аяқтансын. Мен басында 74-76 алатын тұғым. Енді қазір жаймен деп 80-84-ке көтерілдім енді. Бірақ 90-ға қоймайды басы. Алдында мен саған айттым, 85-те аспайды. Алдында айттым мен саған 70 алып жүрсің. Содан кейін мен 80-ге көтердім уже. Вот, көрдің бе, қолыңнан келді, сендің 80 ала алатыныңа. Басында сенде сенім болмады, мүлде 80 алатыныңа ше. Қазір сенсең, қазір кім сене алады өзіне кім сене алады? Кәдімгі осындай бір жынды адам болса, мен қалай 70 алып жүрмін, қалай 90 бәріне ала. Сондай адам болса, оның мақсаты орындалады, достар. Кемінде 50%-ке. Барлығымыз қоямыз, кім қойғысы келеді. Достар, нелеріңіз кетеді да, мысалы маған бір адам айтқан болатын, көшеге шықсаң өліп қалуыңа қандай шанс бар? Мен айтқам 5% шығар шансым деп. Неге? Себебі көше тыныш, қалада разбойниктер жүрмейді, аң жоқ, мені атып кетпейтін шығар. 5% машинаға қағып кетуден өлетін шығар, жоқ деді. Сен магазинге шықсаң да 50% шансың бар өліп кетуге, или сен өлесің, или сен өлмейсің. 50% мүмкіндік бар. Дәл сол сияқты. Повышенный стипендия алам деп не қойсаңыздар, цель, сіздерде уже 50% шанс болады. Ал мысалы, мен қоймаймын, менде 0. Түсіндіңіздер ғой? Мен қоймаймын, менде 0, жоқ шанс, ешқандай. 1% шанс бар шығар, повезло. Ондай адам жоқ. Повышкаға шыққан студенттер, достар, повезло деп шығып кетпейді ешкім. Мен өзім қанша семестр сондай жоғарылатылған шәкіртақы алғам, мен өзім тырыстым да мақсат қойғандықтан. Екінші курстың соңында менің досым жанындағы группаға шығып кеткенде ойландым, менің қай жерім кем. Одан кейін үшінші курстың бірінші семестрінде қойдым, қорықпай. Мен точно шығам осы кезде. Үшінші курстың бірінші семестрінде қанша? 2 сағат сабақтан жаңағы не болды? П+ болды. Бір сабақтан Б болды. Сосын мен ойландым, келесі семестр бұлай оқуым керек деп, үшінші курстың екінші семестрінде бір сабақтан, қателеспесем, менде жаңағы Б+ болды, 89 дәлінде, қалған бәрі 5. Одан кейін уже 4-ші курстан бастап 5-ші курсты бітіргенге дейін уже все барлық сабақтан 5 алып бастадым. Көрдіңіздер ме, достар, мен бірден жетпедім. Мен өзіме сендім. Сеніп лестницаны аттап түсіндім, менің де қолымнан келеткен. Мен оны просто кеш қойдым. Мен бірінші курста қойған кезде уже екінші курстың соңында жететін едім ол мақсатқа. Себебі мен қателесем шығарам. Мен қоймағандықтан өте қиын болды. Сол үшін енді қазір мақсат қойсаңыздар, красавчики, красавицы, 50% сіздерде мақсат қоймаған студенттерден қарағанда не бар? Жаңағыдай артықшылық бар, 50% бұл достар үлкен жаңағыдай сіздерге плюс балл. Мысалы, мынандай сұрақ қойғандай ғой, кім әлемдегі ең мықты хирург болғысы келеді? 50% мүмкіндіктеріңіз бар. Или боласың, или болмайсың. Мысалы, 50%-та алдыңа не лақтырам дегенде ғой, жаңағыдай монета лақтырам, 50% болып кетуің да мүмкін, болмауың да мүмкін. Мен ойымша, любой адам ол кезде давай көрейікші просто деп айтады. Енді қойған болсақ, мақсатты енді келесі қадамға өтеміз. Емтиханнан 90 алуымыз керек, барлық емтиханнан 90-ға жауымыз керек. Емтиханнан 90 алу үшін пробежкалардан минимум 85 пен 92 арасында болу керек. Минимум. Сол үшін сіздердің ендігі мақсатыңыз пробежкадан 85-92 алу үшін
күнделікті сабақтан минимум 83 пен 90-ның арасында болу керек. Жаңа сұқтан 85 алсаң да сенде шанс болады экзаменмен алып кетуге ше көтеріп. Уже сенде 83-тен 90-ның арасында рубежкілерден ала алсаң, бір рубежкіден 83 алдың, бір рубежкіден 90 алдың, бір рубежкіден мысалы 95 алдың. Уже сенде шансыңды өзіңе жасап атсың. Енді 83 пен 90-95 алу үшін кемінде 3 сағат жаңағыдай осознанно потокқа кіріп уақыт бөлу керек күнделікті сабаққа. Мен бағана сіздерге просто так сұрамадым. Бір сабақтан 90 алу әлде экзаменнен ба? Сіздер барлықтарыңыз айттыңыздар, бір сабақтан алған оңай. Дәл сол сияқты. Кішкентай мақсаттар сіздерді достар жеткізеді 90 балдық. Мына мақсат әлі сіздерге түсініксіз. Емтихан қалай ол бәрін 90-ға жабам. Күнделікті сабақтан 90 аласыз, ақырын жетесіздер. 3 сағат уақыт бөлу үшін жақсы көңіл күймен триггер болмау керек. То есть жақсы көңіл күй болу керек сіздерде. Одан кейін триггер болмау керек, көңіл күйді алып тастайтын. Ол не триггер деген? Жаңағы телефон, одан кейін адам. Және де жаман музыка, жаман кинолар. Олар триггер. Сіздердің көңіл күйлеріңізді не түсіреді, соның бәрін алып тастайсыздар. Ол кезде 3 сағат уақыттарыңыз қалады. Кейін жақсы көңіл күй болу үшін жақсы ұйқы мен жақсы тамақтанудан, спортпен айналысудан шығады жақсы көңіл күй. Түсіндіңіздер ғой? Жақсы көңіл күйге жақсы орта керек. Енді сіздердің қазір жаңа кім мақсат қойды 90-ға шығам деп, міне мынандай қадамдардан жасап кіші мақсаттар қоямыз. Бүгінгі күннен бастап жақсы орта дайындаймыз. Бірінші рабочий стол. Рабочий стол таза болу керек. Артық зат керек емес. Общага болса жаңағыдай барынша мейлінше таза ұстауға тырысу керек бөлмені. Себебі орта атмосфера деп айттым ғой. Адамдар егер сіздерге мұрша бермейтін болса, орта жасауға кітапханаға кету керек дайындалған кезде. Кейін енді жақсы орта бірінші қадамдарыңыз жасайтын, одан кейін көңіл күйіңіз көтеру керексе, көңіл күйіңіз көтеру үшін мақсат сіздер кемінде 7 сағат ұйқы қою. 7 сағат ұйықтайтын болсаңыздар, гарантия көңіл күйлеріңіз жақсы болады. Қазір маған айтуларыңыз мүмкін, сабақ көп, анау. Бірақ достар, кемінде 7 сағат ұйықтаңыздар. Сабаққа дайындалып үлгермей жатсаңыздар да 7 сағат ұйықтасаңыздар, сіздер қойды 80 балл алсаңыздар да денсаулықтарыңызды сақтап қаласыздар. Кейін жақсы тамақтансаңыздар, спорт дегенде мынау ғой достар, мынау, одан кейін мынау, 15 отжимания, оның өзі көңіл күйді кішкене көтереді. Тыныстық бағана упражнение. Одан кейін 3 сағат уақыт бөлеміз күнде. Сабақтан мысалы кешкі сағат 5-те келдік дегеннің өзінде 8-ден 3 сағат бөле аласың ба деген сұрақ. 6-дан 21:00-ге дейін сабақ бөл, уақыт бөл. Мысалы 5-тен 6-ға дейін демалып ал. Мен өзімнің вариантымды айтып жатырмын. Каждый адам 1,5 сағат былай бөледі, кейін арасында 1 сағат перерыв, 1,5 былай бөлсеңіздер болады. Кемінде достар 3 сағат уақыт бөлсеңіздер күнде. Суббота, воскресенье күні қазір айтамын не істеу керек екенін. Одан кейін бір күннен достар, жаңа айттыңыздар ғой, бір күннен 90 алу оңай. Әр сабаққа максимум дайындалып барасыздар. Себебі бір сабақтан 90 алу оңай экзаменнен гөрі. Солай апайдың көзіне түсесіздер. Жаңа Сұлтан сияқты, егер 85-те артық қоймаса, апай мен 90-ға білгім келеді. 5 алуым үшін не істеуім керек деп нагло айтасыздар. Мен себебі бұл методиканы қанша апайға өткізгем. То же самое универде болды ғой. Жаңа онлайн кезінде де бізге, мен мысалы 4-ші курстың көктемінде кеттім, барлығымызға 80 жіберіп жатыр. Мен звондап тұрып айттым апайға. Мен мысалы қанша жылдан бері повышкеде келатқан студентпін. Сіз мені вроде байқамай жатсыз, маған мүмкіндік беріңіз, не істейін? Сосын оларға айтты, жарайды көрейік, ертең сабақта реферат дайында, презентация дайында, немесе жаңағыдай қосымша ақпарат дайында дегендей тапсырма апай береді. Бір сұрақ, мен не істеуім керек деп сұрайсыздар. Күнделікті сабақтан 85 пен 90 арасында алып жүрсеңіздер, рубежкіден де достар кемінде 85 пен 90 аласыздар. Неге? Себебі апай сіздерді байқайды уже. Міне Алиби оқып жүр ғой, Сұлтан оқып жүр, Аяжан оқып жүр деп сіздерге кішкене болсын түсінеді кім студент қалай оқитынын. Ал егер күнде 60 алып жүрген студентке ол вряд ли 90 балл қойып береді. Тырысқаныңызды көрсе, сіздер рубежкадан осындай балл аласыздар. 2 рубежкаңыз болса 87, біреу 90 болса достар, емтиханнан да 90 алуларыңызға шансыңыз болады. Бірінші біліміңіздің арқасында аласыз, білім қосып жатсыздар. Екінші жаңағыдай уже сіздерде жүйе бар достар, мындай карта бар. Ал емтиханға келген кезде бүкіл жинап тергендеріңіздің барлығын достар мына кейске қоясыздар. Мына кейске қоясыздар да, сіздер емтиханнан балл аласыздар. Мен осы методиканы қолдану арқылы, осы методика соңғы 30 емтиханнан 90-нан жоғары балл алған достар. 3-ші курстың ең қиын экзамендерінен бастап айтсақ болады. Соңғы 30 емтихан көлемінде 5 алып келу деген достар, жаңа гос экзаменде мысалы 12 пән тапсырдық.
травматология, акушерство, гинекология, реанимация қандай қиын сабақтардан мен баға ала алдым. Неге? Себебі мен жақсы орта мен жақсы көңіл күй дайындадым. Енді біз вебинарымызды қорытындылай келе достар, біздер 90 алуымыз мүмкін, 100 алуымыз мүмкін. Не үшін аламыз деген сұраққа келеміз қайтадан. Бақытты болу үшін аламыз. Егер біз бақытты болмасақ, нафига керек бізге ол 90 балл. 90 балл алып болғаннан кейін неге мысалы Айдос 98 алды, мен неге 90 алдым деп өздеріңізді құнсыздандырсаңыздар, өте бұл жаман не тактика. Сол үшін достар, өмірге тек тамақ тауып, машина, үй алып, айфон алып, рубежка, емтихан тапсыруға келмедік деген менің ойым бар. Әр адам өмірге бақытты болу үшін келді деген де ойым бар достар. Бақытты өмір сүре отырып, қоғамға өзінің пайдасын тигізді деген де менің өзімнің ойым бар. Мен бекерден бекер Қазақстанда, Алматы қаласында случайно кездейсоқ сіздерге вебинар беріп жатқан жоқпын. Сіздер мені мысалы 2 ай бұрын танымауларыңыз мүмкін еді. Қазір менің аузымнан бұл сөздерді естіп жатсыздар. Бұл өмірде еш нәрсе случайно, кездейсоқ емес достар. Осы сөздер мүмкін сіздерге дәл қазіргі сәтте керек болды. Бұл бір сигнал. Жаратушы адамдар арқылы адамдарға көмек береді дейді. Мысалы бір адам жаратушының мысалы микрофон десек болады. Ол өзінің ойын мен арқылы беріп жатуы мүмкін. Или бір адам хирург та өте күшті. Жаратушы ол ана адам арқылы ана адам өмірін алып қалып себепші болып жатыр. Сол себепті өмірлеріңізде қандай жағдай кездессе де достар, хоть емтиханнан 90-100 алыңыз, хоть 40 алыңыз, оны сіздер жаңағы не демей, мен неге бақытсызбын демей, бұл бір план шығарды, бұл сынақ шығар бір, мен қазір мықты болып кетуім керек шығар деген ұстанымда болсаңыздар, бақытты өмір сүре отырып, қоғамға пайдаларыңызды тигізбесеңіздер де болады достар. Бірақ бақытты өмір сүретін адам, бұл ешқашан басқа адамды бақытсыз қылмайды. Бақытты адам ешқашан планетаны бұзбайды. Бақытты адам ешқашан бір пациентті өлтірмейді. Бақытты адам ешқашан коррупция алмайды, менің ойымша. Бақытты адам ешқашан жаңағыдай пациенттен ақша алып, коридорда жатқызып қоймайды. Неге? Себебі ол бақытты. Оған ақша и так келіп жатыр өміріне. Артық ақша оған керек те емес. Себебі адам не істесе де бақыт сезімін сезіну үшін істейді. Адам коррупция алды, ол ана ақшаны алып, өзін бақытты қылу үшін алып отыр. Адам мысалы пациентті емдемей жатыр, дұрыс. Неге емдемей жатыр? Себебі ол тупой екенін көрсеткісі келмей жатыр. Көрсетсе ол өзін бақытсыз сезініп қалады. Просто барып, мысалы, мен өзім пациент емдей алмай жатырмын, беріктен сұрай салсам проблемам шешіліп тұр бұл жерде ше. Сол сияқты достар, біз не істесек те бақыт сезімін сезіну үшін істеймін. Менің бүгінгі айтқан 2 сағаттан асқан уақытым сіздерге бекерге кетпеді деген ойдамын достар. Сіздер жаңағыдай өмірлеріңізде қолдансаңыздар, ол үлкен жетістік болады. Бүгінгі біздің вебинарымыз аяқталды. Сіздерге достар қалай? Біздің вебинарымыз осымен бітті. Ұйықтамаған шығарсыздар достар, нелеріңіз көрінбей қалды, кері жауаптарыңыз. Ау? Бәрі күшті болды. Ұйықтамаңыздар ғой да? Мына кісім бар. Жоқ, бармыз. Бармыз. Самыдан түсіндіңіздер ғой. Бұл менің осы кезде жасаған ең күшті вебинарым достар. Себебі көрдіңіздер ғой қандай ақпарат берілді. Әрине бұны түсінбей қалуларыңыз мүмкін, көп жерін көш жүре түзеледі. Ақырын жаңағы мақсаттарды қойыңыздар. Ең бірінші қазір сіздерге істейтін іс-әрекет өмірлік миссияларыңызды анықтап алыңыздар. Өмірдің мәні не үшін достар, бұның барлығы? Сол өте маңызды. Осы миссиямен байланыстырсаңыз, мен экзаменнен 100 алам, себебі бақытты болу үшін. Мен врач болам, себебі бақытты болып, қоғамға пайдам тигізу. Солай істесеңіздер, мына өмірлік елеріңіз ауысады. Одан кейін сіздер ешкімнен қорықпайсыздар. Мысалы, сіздер жақсылық істеп жатсыздар. Кімнен қорқуларыңыз керек та достар? Бәр адамға пайдаларыңыз тигізіп жатсыздар. Ертең сіздер врач болмай қалсаңыздар, сіздер басқа саладан өздеріңіз тауып кетесіздер. Неге? Себебі сіздер өздеріңізді качать етіп алдыңыздар. Мен мысалы қазір қорықпаймын, YouTube каналымды алып қояды-ау, заблокировать етеді-ау. Неге? Мен қайтадан YouTube канал аша аламын, қайтадан сол подписчикті жинай аламын, сіздерді қайтадан мен вебинарға алып келе аламын. Неге? Себебі мендегі бұл қабілет. Сіздер де осы қабілеттерді алсаңыздар, менің ішімдегі ең негізгі білімдерді сіздерге бүгін беруге тырыстым достар. Енді кері жауап ретінде ұнаған болса, барлықтарыңыз рефлексия жасайық. Бүгінгі вебинардан кім не түсінді, бір-бірлеп. Беріктен бастайық, артынан одан кейін Дина, Ердос, Аяулым, екінші Аяулым, Диана. Бұлай қылайық та, или кім рефлексия? Мақсат қою ғой, ең главный да сол.
Былай істейікші, кім рефлексия айтуға дайын, несін қосып отқандардан сұрайын мен жаңағы видеосын. Так, Молдабек Айгүл айтсын. Бәріне сәлем, бірінші танысывайық, жаңа баста мен қосылған жоқ едім. Менің есімім Айгүл, мен Асфендияровта 3-ші курста оқимын, педиатрия факультетінде.